Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Келіп жеткен Рамазан айы барлықтарыңызға құтты болсын. Дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін сіздерге бір ғана жұмыртқадан жасалынатын өте оңай әрі қолжетімді заттардан жасалынатын пирогтың рецептісін ұсынамын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып, үстіне қант салып, венчикпен немесе осындай миксермен аппақ масса болғанша жақсылап араластырамыз. Толық рецепті описанияға жазып қалдырдым, сол жақтан қарасаңыздар болады. Енді кезекте сұйық майымызды құйып, онда бір рет миксермен жақсылап араластырып алып, үстінен сүтімізді құйып, онда жақсылап араластырамыз. Оның үстіне разрыхлителімізді салып, ситаның көмегімен массамызға 2-3-ке бөліп өткізіп, миксерлеп аламыз. Массамыз осындай болып шығуы керек. Диаметрі 18 шығатын формамызға массамызды құямыз. Пирогтың бетіне әдемілік үшін жуылған мейіз қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз. Қызып тұрған пеште 170 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Пирогты суығаннан кейін барып ыдыстан алыңыздар. Бетіне тағы әдемілік үшін сахарный пудра септім. Сіздер сеппесеңіздер болады. Осылай кесіп, дастарханға ауызашарға ұсынсаңыздар болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видеоны достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Ниеттеріңіз қабыл болсын.